Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода 9 сынып бойынша 2-ші тоқсанның тжв жұмысы алгебра пәні бойынша қолданатын болады. Бірінші есепте мынадай тізбек берілген. Тізбектің 5-ші мүшесін тап дейді. Яғни біз n-іміз 1-ге тең болғанда бізде бөлшегіміз 3-тен 2 шығып тұр екен, 2-ге тең болғанда 6-тан 5, 3-ге тең болғанда 12-тен 8 деген сияқты тізбектер пайда болып тұр. Енді бұл жерде алымдарын қарастыратын болсақ, 2, 5, 8, иә, сол сияқты кете береді. Бұл жерде бұл арифметикалық прогрессия екенін көрініп тұр, яғни бұл жерде n-ның жалпы мүшесін табатын болсақ, ол 2 қосылған n-1 d деп тұрамыз, айырма 3-ге тең бұл жерде. Осы бойынша ашып жазамыз, 2 қосылған 3n азайтылған 3, сонда 3n азайтылған 1 болады. Алымының жалпы формуласы 3n-1 болады. Енді бөлімі, тізбектің бөлімін қарайық. Бөлімдері 3, 6, 12, бұлар еселеніп жатыр, 2-ге еселеніп жатыр. Мынау бізде арифметикалық прогрессия болса, мынау бізде енді геометриялық прогрессия болып тұр. Яғни, ондағы bn мүшеміз b1-ді кодын n-1 дәрежесіне көбейтіп жатыр деген сөз. b1 дегеніміз 3, 3-ті көбейтеміз, q дегеніміз 2-ге тең, яғни кейінгі мүшесін алдыңғы мүшесіне бөлсек 2 болып тұр. 2-нің n-1 дәрежесі. Ол дегеніміз 3 көбейтілген 2-нің n дәрежесін, или осылай қалдыра берсек болады. 2-нің n-1 дәрежесі түрінде. Сонда тізбектің 5-ші мүшесін тап деп тұр, жалпы тізбектің формуласы сонда, мысалы, n деп алатын болсақ, онда оның алымы бізде жаңа арифметикалық прогрессиямен 3n-1 болып табылды, ал бөлімі 3 көбейтілген 2-нің n-1 дәрежесі болып табылды. Орнына қойып көретін болсақ, n орнына 1-ді қоятын болсақ, алымда 2 шығып тұр, онда 1-ді қоятын болсақ, 2-нің 0 дәрежесі 1, яғни 3-ті 1-ге өтеміз, шығып тұр. Сонда бізге s 5-ші мүшені табу керек. Бұл дегеніміз 3 көбейтілген 5 азайтылған 1, бөлімде 3 көбейтілген 2-нің 5 дәрежесі азайтылған 1. Ол дегеніміз 15-тен 1-ді азайтамыз. 14, ал бөлімде 3 көбейтілген 2-нің 4 дәрежесі. 2-нің 4 дәрежесі дегеніміз ол 16, 3 көбейтілген 16 болады. Сонда 14 бөлімінде 16-ны 3-ке көбейтеміз, ол 48. 48-ден 14 шығады екен. Келесі арифметикалық прогрессия берілген. Прогрессияның 7-ші мүшесін табыңыз, n мүшесінің формуласын табыңыз, және алғашқы 6 мүшесінің қосындысын s6-ны табыңыз деген. А пунктын қарайтын болсақ, 7-ші мүшесін табыңыз деген a7-ні табамыз. Бізде a1 белгілі, ол 17-ге тең екені. Енді бізге d-ны табу алу керек. D-ны табу үшін 15/4-тен азайтамыз 17-ні. Ол дегеніміз минус 1/10 болады. A7-ның формуласы A1 қосылған 6D болады. Одан A1-ның орнына 17-ні қоямыз. 6 көбейтілген минус 1/6. 17 азайтылған 9/6. Ол дегеніміз 7/4. Сонда A7-ні таптық, ол 7/4 шығады екен. B-сын табамыз. n-ші мүшесінің формуласын жазыңыз. Және алғашқы 6 мүшесінің қосындысын s6-ны табыңыз дейді. n-ші мүшесінің формуласын жазатын болсақ, ол 17 қосылған n-1 көбейтілген d деп тұрғанбыз, жаңа минус 1/6. Жақшаны ашып жазуға болады. 17 азайтылған 1/6 n плюс 1/6 болады. Сонда ол 18/6 азайтылған 1/6 n болады. Келесі s6-ны табамыз. 2a1 қосылған n-1 көбейтілгенді жалпы формуласын жазылайын. n деп тұрғанбыз, бұл жерде бізде 6, s-ндікі. Енді s6-ны табатын болса, 2 көбейтілген a1 деп тұрғанымыз ол бізде 17, n деп тұрғанымыз 6, d-ның мәні минус 1/6, бөлінген 2 көбейтілген 6. Мына жерде 6 мен 2-ні қысқартып жіберуге болады екен, 3 болады.
Сонда тең болады. 2-ні 17 көбейтеміз 34. Қосылған минус 5 көбейтілген минус 1 бүтін көбейтілген минус 1 бүтіннен 6. Сосын көбейтілген 3. Жақшаның сыртын аламыз міндетті түрде. Енді есептейік. 34 қосу болып кетеді. 5-ті 1 бүтіннен 6-ға көбейтетін болсақ, ол 8. 34-ке 8-ді қосып 3-ті көбейтетін болсақ, 42. 42-ні 3-ке көбейтеміз. 326. Сонда жауабы А пункті бойынша А7-міз 7,4 болып тұр. Ал Б пункті бойынша С6-мыз 126-ға тең болып тұр. Келесі есеп. Үшінші есепте бірінші жүйеге алып шығарып көреміз. Бұл жерде B1-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, 1 қосылған Q тең 16-ға деп шығады. Ал мұнда B1 Q-ді шығарамыз. Сонда 1 қосылған Q болады, 36-ға тең. Енді біріншісін екіншісіне бөліп жіберетін болсақ, бізде мынандай шығады екен. Қайтадан жазбайым. Түсінікті болу үшін. Енді қысқартуларды орындайтын болсақ, 1 плюс Q мен 1 плюс Q қысқарады, B1 мен B1 қысқарады. Сонда алымында 1 қалады екен. Бөлімінде тек Q қалатына 16 мен 36-да қысқартамыз. Мұнда 4 болады, мұнда 9 болады. Сонда Q-дан 1 тең 9-дан 4 деп шығып тұр. Ал Q-дің өзі 4 тең 9 болады. Енді Q-ді тапқаннан кейін сол Q-дің орнына қойып B1-ді табаламыз. Мына басында беріп тұрған B1 көбейтілген 1 қосылған Q деп тұр. Сол 16-ға тең дегенді қолданамыз. Осыдан B1 тең 1 қосылған 4 тең 9 тең 16. Осыдан B1 тең 4 тең мынау 13 болады. 16-ны бөлеміз 4-тен 13-ке, немесе көбейтуге айналдырып жіберсек 13-тен 4-ке. Қысқартулар орындалмайды, 13-тен 64 болады екен. B1-міз. Алғашқы үш мүшесін табу керек. Яғни B1 белгілі. B1-ді таптық, 13-тен 64-ке тең екен. Енді B2-ні табу үшін осы 13-тен 64-ке көбейтеміз 4-тен 9-ды. Сонда 13-тен жауабы сонда алғашқы үш мүшесі 13-тен 64, немесе оларды араласқан түрінде де жазуға болады. 13-тен 144, екінші мүшесі, үшінші мүшесі 13-тен 324 деген шығып тұр. Төртінші есепте элементтері 10 болатын кемелі шексіз геометриялық прогрессияның алғашқы үш элементтің қосындысы берілген 18-ге тең деп. Егер прогрессияның қосындысы 16-ға тең болса, онда еселікті табыңыз дейді. Яғни бізге беріліп тұрған нәрсені жазып алайық. Алғашқы үш элементтің қосындысы 18-ге тең дейді, және прогрессияның қосындысы беріліп тұр, ол S 16-ға тең деп. Бізге табу керек Q-ді. Q неге тең екенін табу керекпіз. Енді бұл жерде барлығын ашып жазатын болсақ, мынаны B1 қосылған B1 көбейтілген Q қосылған B1 көбейтілген Q квадрат тең 18 болады. Одан B1-ді шығарып жіберетін болсақ, шашаның сыртына 1 қосылған Q квадрат болады тең 18-ге. Енді S-ті тауып көрейік. S-дің өзі бізде формула бойынша B1 бөлінген 1 минус Q еді. Сол 16-ға тең деп беріліп тұр. Осы жерден B1-ді табатын болсақ, бұдан B1 тең 16 көбейтілген шашаның ішінде 1 минус Q болады. Енді мына B1-дің орнына жаңағы тапқан B1-мізді қоямыз. Яғни 16 көбейтілген 1 минус Q-ді көбейтеміз. 1 плюс Q қосылған Q квадрат барлығын, яғни Q арқылы өрнектеп алдық. Тең 18-ге. Енді осы жерден табатын болсақ,
мынау дегеніміз қысқаша көбейту формуласына келіп тұр, яғни 1-дің кубынан азайтамыз Q-дің кубы деген формула келіп тұр. Және де мына жерде 18-ді 16-ға бөліп жібереміз. Екеуі 2-ге қысқарады, мұнда 9, мұнда 8. Яғни бір азайтылған Q-дің кубы тең 8-ден 9-ға. Осыдан Q-дің кубы неге тең болады? Ол бір азайтылған 8-ден 9-ға тең болады. Бұны есептейтін болсақ, ортақ бөлімі 8, минус 8-ден 1 шығады екен. Сонда Q-дің кубы минус 8-ден 1 болып шықты, ал Q-дің өзі минус 2-ден 1 болып шығады екен. Еселікті таптық, сонда жауабы Q тең минус 2-ден 1. Бесінші есепте өспелі арифметикалық прогрессияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы берілген. А1 қосылған А2 қосылған А3 18-ге тең деп берілген, және осы прогрессияның А1, А2 мүшелеріне сәйкесінше А1-ге 2-ні қоссақ, А2-ге 4-ті қоссақ, А3-ге 11-ді қоссақ, онда B1, B2, B3 деген бізде геометриялық прогрессия пайда болады екен. А-сында бізде табу керек А2-ні екінші мүшесін табу керек, Б-сында айырмасын табу керек, яғни Д-ны табу керек екен. Так, мына жерге шешуін жазайын. Енді А1 қосылған А2 қосылған А3-ті біз ашып жазамыз. А1 қосылған А2-дің өзі А1 қосылғанды деп жазамыз. А3-тің өзін А1 қосылған 2-ді деп жазамыз. Сол 18-ге тең. Осы жерден ұқсас мүшелерді біріктіріп жіберетін болсақ, 3А1 қосылған 3-ті болады. Осы жерден 3-ті шығарып жіберсек, А1 қосылғандымыз 6-ға тең деп шықты. Яғни А1 қосылғанды деп тұрғанымыз ол А2 ғой, яғни А2 6-ға тең. А-ның жауабы шықты. Бұл бізде А пункті. А2-ның мәні 6-ға тең. Енді бұл пункті бойынша бізге арифметикалық прогрессияның айырмасын табу керек. Не істейміз? Бұл жерде енді геометриялық прогрессияның тізбегін қолданамыз. Бізде мына А2 белгілі. А1-дің өзін А2 арқылы жазатын болса, ол А2 азайтылғанды. Сондықтан ал А3-тің өзі А2 қосылғандығы. Соны қолданып, қазір мына тізбегімізді дұрыстап жаза аламыз. Осыны қолданып, яғни А1 қосылған 2-нің орнына B1 жазайын деп жатырық. А1 қосылған 2-нің орнына А2 азайтылғанды қосылған 2 деп жазамыз. Ол B1-іміз. B2-іміз жаңа таптық. А2 қосылған 4 бірінде жаза тұрайық әзірге. Және B3-іміз А3-ті А2 арқылы өрнектейтін болсақ, А2 қосылған 11 болады. Бұл дегеніміз А2-нің орнына 6-ны қоятын болсақ, мына жерге 6 азайтылғанды қосылған 2. Мынау 6 қосылған 4 нақты 10 екені шығады. 6 қосылғанды қосылған 11. Бұл жерден 8 азайтылғанды деген шығады. B1-іміз, B2-іміз 10-ға тең, B3-іміз 17 қосылғандыға тең. Енді біз білеміз, геометриялық прогрессияның ортаңғы тізбектегі ортаңғы мүшесін табу үшін, яғни мынандай формула бар еді. Бірінші, оның алдыңғы және кейінгі мүшелерінің геометриялық ортасына тең еді, яғни екеуін көбейтіп түбірге алғанға тең. Енді B2 деп тұрғанымыз ол бізде 10 тең болады. 8 азайтылғандыны көбейтеміз 17 қосылғандыға. Енді осы жерде екі жағын квадраттау керек болады. Теңдіктің екі жағын квадраттаймыз. Сонда бізде мына жаққа жалғастырамын. Бізде сонда түбірдің астындағы көбейткіш 8 минус D көбейтілген 17 қосылғанды тең болып тұр 100-ге. Енді осыны шығарамыз. 8-ді 17-ге көбейтетін болса, ол бізде 136. Минус 17-ді плюс 8-ді дегеніміз, ол минус 9-ды болады. Минус D квадрат тең 100-ге. Енді мына 100-ді теңдіктің оң жағына шығарамыз. Минус D квадратты бірінші жазайық. Минус 9-ды плюс 36 болады. Тең 0. Жерде минус 1-ге бөліп жіберіп, кәдімгі дискриминантын ары қарай табамыз. Немесе басқа да тәсіл арқылы табуға болады. Мұнда 81 қосылған 4-ті 36-ға көбейтетін болсақ, 144, сонда 225 шығады. Сонда D1-ді 2-міз минус 9 плюс минус 15 бөлінген 2. Мұнда D1-міз минус 12 шығады екен. D2-міз 3 шығады екен. Бізде енді мұна минус 2 жауапқа кірмейді. Сонда жауабымыз D дегеніміз 3-ке тең деп шығады. Осы жауап қаламыз, себебі минус 12-ні қойсақ келмейді. Сондықтан да жауабы бізде ізделінді А2-міз 6-ға тең, ал D-міз 3-ке тең деп табылды. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сау болыңыздар.